Қайырлы күн, менің оқырмандарым, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сосиска в тесте тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға жылы сүтті алып, үстінен ашытқымызды саламыз. 3 қасық қант саламыз, және де тұз саламыз. Араластырып, сұйық майымызды салып, електен ұнды өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз сондай жұмсақ, қолға шамалы жабысатын болу керек. Барлығын біріктіріп, осылай қамыр илеп шығамыз. Мінекей. 1 сағатқа алып қоямыз. Одан кейін жұмыс жасай беруге болады. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Ыңғайлы етіп домалақтап аламыз да, бетін жауып қоямыз. Одан кейін сосискамызды аламыз. Сосиска менде халал, мұсылманский. Осылай жгут етіп алып, орап шығамыз. Шеттерін жабыстырып, пергамент қағазына противенге салып, бетінен жұмыртқаның сарысын жағып, жылтыр болып пісу үшін пеште 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, өте жұмсақ, дәмді осындай сосиска тестілеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.